Жоқ, оның бірінші не мағынада екенін айтсаңшы, қалай тіркелсін? Бұл просто жиналысқа қатысушы ма? Қатысып отырмыз ғой енді. Мағынасын немен айтпайсың? Қазір мен мағынасын айтайын. Ойбай. Так, мағынасы бұл азаматтар еді. Несіндегі қатты пайдалы қазбаларды барлау жұмыстары бойынша келіп. Осы бұл өлкен ауылынан екі участок белгіленген, біреуі 49-да 800 метр. 800 метр жер. Екінші 40 шақырым. Оңтүстік батысқа қарай. Бұл енді құбырдың бер жағы. Картадан көрдік, құбырдың маңайы. Құбырдың маңайы. Сонда енді бұлар бұл кісілер сараптама дейді ғой, сараптамаға жіберу үшін жаңағы жердің топырақтың алатта сараптамаға жібереді. Содан кейін жаңағы судың сапасын тексереді деген сияқты. Құрамындағы қандай элементтер бар екен. Сол бойынша келіп отыр. Жаңа енді бұл кісілер ертерек келді, сонымен кеше айтқан ертерек келсеңіздер біз таныспасақ. Сол үшін сіздер жинап отырған сол ашық жиын, сіздерден өз пікірлеріңізді айта аласыздар осы жиында. Сұрақтарыңызды қойыңыздар, оның зардабы бар ма, зардабы жоқ па? Бұлар сенде бір жағынан эколог деген азамат. Қазір осы түсіндіріп берсеңіз. Содан кейін сұрақтарыңыз болса қоямыз. Мына просто жиналысқа қатысқандығы туралы тақырып жазып қойдым. Қатысқандарды тіркеу керек. Заңнамаға сәйкес қатысушылардың аты жөнін, сосын тұрғылықты жерін, сосын қатысып, жеке қатысып жатыр ма, онлайн қатысып жатыр ма, сол сұрақ. Мұнда сіз ешнәрсе қол қойып жатқан жоқсыз. Келісім бермеймін, бұл жерде тек қана қатысушыларды тіркеу парағы ғой бұл. Сіз қандай компания соның бәрін айтып өтсеңіз? Аны бастай берейін. Мына жерге шығып айта берейін. Құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар, осы қоғамдық тыңдаудың өтетіндігі туралы 14-17 тамызда мөлдір сана газетіне, эфирлік анықтамаға, радио анықтамасына, сондай-ақ Абай облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының порталына, НДБ экология орталықтандырылған банкіне бәріне хабарлама берілген болатын. Осы хабарламада аталып отқан жобаның әртүрлі жобалық құжаттамалары енгізілді, танысу үшін. Енді Мерилдіз KZ ЛТД компаниясы Астана қаласында тіркелген. Мерилдіз KZ Limited тіркелген. Қазір тақырыбына ғой. Бізде бүгін екі қоғамдық тыңдау өтеді, сол бойынша екі баяндама жасады. 2025 жылғы 12 ақпанда номер 3162 ел барлау лицензиясын алынған комитет геология гидропользования. Сол бойынша Абай облысындағы Северный Баканас учаскесінде қатты пайдалы қазбаларды барлау жоспары үшін қоршаған ортаны бағалау, рұқсат етілетін тастамдар жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы іс-шаралар жоспары әзірленіп 25-30 жылдарға. Сол бойынша қоғамдықта өткізгелі отырмыз. Енді өздеріңіз білесіздер, Южный Баканас учаскесі осы ауылдан оңтүстік батысқа қарай 49-да почти 50 километр қашықтықта орналасқан. Аягөз ауданында, өздеріңіз білесіздер, Аягөз ауданында 49-да 8 километр қашықтықта орналасқан. Ең жақын су айдыны Баканас өзені, ол да 50 километр қашықтықта орналасқан. Баканас өзенінің су қорғау аймағы 500 метр, яғни су қорғау аймағының тыс орналасқан. Бұл жерде қандай шаруа жұмыстар жүргізіледі? Не мақсатпен жүргізіледі? Жер асты пайдалы қазбаларының қорын анықтау, экономикалық тиімділігін анықтау мақсатында геологиялық жұмыстар, геологиялық әдістер, геохимиялық әдістер, геофизикалық
техникалық әдістер қолданылады, жаңағы бұрғылау, судың құрамын тексеру. Сол бойынша осы маршруттар бойынша блоктарда зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Ол жерден жаңағы сынамалар алынады, әртүрлі судың сынамасы алынады, ішінде құрамындағы металлға байланысты. Сосын кеннің құрамы алынып, зертханалық жұмыстарға жіберіледі. Содан жаңағы тиімділігі анықталады. Қазбалы пайдалы ма, пайдасыз ба. Сондай-ақ қоры анықталады, рентабельдігі, экономикалық жағынан пайдалылығы анықталады. Осы жұмыстар жүргізу барысында атмосфералық ауаға ластаушы заттар бөлуші 4 көз анықталған. Оның ішінде екеуі ұйымдаспаған. Біріншісі дизелік электростанция СДМО 884D деген. Сондай-ақ екіншісі бұрғылау қондырғысының күштік жетегі ДЭУ 100 кВт. Сосын арықтарды экскаватормен үңгілеу, сосын LF 230-90 бұрғылау қондырғысы. Осы техникалардан, жұмыстардан ластаушы заттар бөлінеді. 25-30 жылдарға жыл сайын 11-3 тонна ластаушы заттар бөлінеді. Сонымен қатар барлау жұмыстарын жүргізу кезінде учаскеде 25-30 жылдары қатты тұрмыс қалдықтар 0,6 тонна жылына, майлаған шүберектер 0,29 тонна жылына, пайдаланылған мотор майлары 0,1 тонна жылына, және құрылыс және бұзудың аралас қалдықтары 1 тонна жылына, металл сынықтары 1,52 тонна жылына бөлінеді. Барлығы 3,6 тонна қатты тұрмыс қалдықтар бөлінеді. Енді осы қалдықтардың әсерін төмендету мақсатында қоршаған ортаға әсерін төмендетуге қалдықтар басқару бағдарламасы әзірленген. Бұл арнайы ыдыстарда жиналады, қалдықтар уақытша сақталып, мамандандырылған мекемелерге келісімшарт бойынша уақытылы жіберіліп отырады. Өндірістік бақылау бағдарламасы сәйкес санитарлық қорғау аймағы шекарасында атмосфералық ауаның жай-күйіне 90 сайын тәулігіне 3 реттен зерттеу жұмыстары жүргізіледі, инструменталдық әдіспен. Сонымен қатар топырақтың су сынамалары, ластану деңгейлері анықталып, лабораторияға жолданып, сосын бірыңғай экологиялық порталға жарияланып отырады. Оны Қазақстан Республикасының кез келген азаматы порталдан қарай алады. Жалпы алғанда осы іс-шаралар қарастырылған табиғат қорғау іс-шаралары, солардың барлығын қолданған уақытта айтарлықтай зиян тигізбейді. Ауытқулар мен нормадан тыс жұмыстар жүргізілмейді осы аумақтарда. Енді қысқаша баяндама аяқталды. Сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса қоя беріңіздер. Сұрақ қойайын. Мынау жаңағы по картаға бойынша және 49-50 метр дедің ғой, е? Бұл аяққа қарауы болып тұр ғой, е? Оңтүстік батысында. Аяққа қарауы ма? Не айтып алайық? Аяққа қарауы ма, аяққа қарауы емес? Аяққа қарауы құбырға жақын, құбырға. Қазір сізге қарсы көрсетейін. Оңтүстік батыс. Аяққа қарауға километр келіпті ғой, 50 километр нәрсе. 50 километр былай қарай кеткенде құбырмағай. Жылыбығынан арғайт. Картаны соткысы Ол екіншісі. Екеу ғой. Бұл сонда қосылып тұрған. Мен аяқ қарауды қазір olur. Жоқ, кетіп қалды. Бұл мақаш түбі мен қалай ем? Бұл мөлшер суай ғой, ме? 5 тазға жете ме? Қазір айтайын ба? Бұл 49-да 8-іңіз, 50 шақырым ғой. Ар жағында 10 шақырымнан кейін уже құбырға кетті. Ол 13 шақырым. Соның маңайы. Сайман әңгімесі қарадым, құбырға 10 шақырымда жетпейді. Соның маңайы. Біздің халық пайдаланбайды. Екінші Жарықтан өтіп тұр ғой, е, жарықтан. Білмеді, қазір карта көрсетемін. қайдан жарықты? Жарық деген алтын қазған жер бар ғой, Майтөбенің жарығы. Айтөбенің ол Майтөбен былай қалады, былай кетеді. Бұлай тек батысқа. Жоқ, ол былай болсын. Енді бұл кісілерге біз былай сұрақ қоямыз. Бұл қауіпті ма, қауіпсіз бе? Қауіпсіз деп тұрмыз. Қауіпсіз болған. Жоқ, бұл біреуі ғой енді. Екіншісі қай жер? Екіншісі бөлікке жинап өткізіп тағылады. Жылы көлі мына ғой 40 километр. 45 километр. 40 болса, жылы көлі не береді? Жылыбығын берді көрсетті. 49-8 километр ашық.
49'da 8 километр. Ол біреуі ғой, екіншісі. Екіншісі қазір екіншісін салайын қазір. Санайды екіншісі. Сол. Ол бәрі ол өлкенің керек емес. Өндірі болса, Жоқ, мына жерде, және сіз былай дедіңіз, мен айтып тұрғаным. Өлкеге 500 метр дедіңіз, және? Жоқ, су қорғау аймағының аймағынан. өлшемі 500 метр. Каждый өзеннің өзінің су қорғау аймағы белгілері бар. Сол 500 метр. Бізде су қорғау аймағынан тыс уақыт неде орналасқан. Ол аяқ қарауыл 500 метр дегенің ғой өлкеге. Аяққарауға келіп жатпайды. Сенің мына базарыңның тұсы былай қарай. Міне. 5 тасының екі ортасы. Жер бөлшек солай екен. Білмейсің. Кәдімгі мынада көрсетсең, мына кішкентай. Мына көрсең. Қай жер ана жер Сол жылы мына не бар ғой, Қолда берді отыр ғой. істейді деген әңгіме дейді. Тексерсеңіз дейді. Қазамыз дейді. Бұл кісілер таза болсын дейді. 5 жыл қомбарады. Сынама. Судың сынамасы. Деген ол бері жағы ол. Я жоқ енді оның басын алынбайды. Экскаватормен Не қомбарады. нәрсе сонымен басталады. Немен? Колонковый бурение бар. Колонковый бурение бар. Колонковый бурение. сіздерде колонки бурение соны құдық қазуға бола ма? Ол құдық қазылмайды. Неше метр деген қазасын? Бұны әртүрлі оны ертең Ол қазылмайды. геологтар Жоқ, анықтайды. геологический. Бұны геологтар ертең өздері анықтайды. 200 метр бар ғой енді жерде. Сосын бұл жұмыстар аяқталғаннан кейін міндетті түрде орнынан қалдықтары тазартылып алынады. Сосын сол жұмыстар аяқталған бойда рекультивация жүргізіледі бұл жерге. Жабылады. Себебі біздер оны жаппай кете алмаймыз. Себебі жер сервитутпен алған кезде доғырда жазылады. Біткеннен кейін жерді қайта қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. 40-шы жылға сәйкес. Жоқ, ол түсінікті. Ол сен бурить еткенді айтып тұрсың. Ана экскаватормен қазылған соны майтөбенің жағында білесің. Қазған сол бет халық 30 километр жатыр ақталдан келіп қазып, ол көмілген жоқ мысалы. Оның жұмыстары аяқталмаған шығар мүмкін. Ол кетіп те қалды ғой көшіп олар. Ол ана банкрот бірлесіп кетті. Банкрот болды да ол ана субподрядчик банкрот болып кетті. Олар міндетті түрде оны қайта қалпына келтірді. Тие олар мал ұстайтын. Жоқ, субподрядчиктер. Бөлініп кетеді ол олар. Геологтар оңға бөлініп кетеді барған кезде. Бірін білмейді олар. Әртүрлі кетеді. Оны бәрібір Лабораторияларын Қарағандыда ма? Қарағанды Астанада. Астанада. Басқа сұрақтарыңыз болса Сондай жылы сол. Ал енді ол жақта біздің госақтымыз бар. Сол жерде сендер бар. Өзбектердің қаза бересіңдер ме? жоқ, жерді, в общем, изыскательский зерттеу жұмыстарына мемлекет дейтін 3 жыл мерзімде, 5 жыл мерзімде сервитутпен береді. Сенің айтып тұрған жеріңге түгел менің госақтым бар. Ол жердің астына сіздің сервитутпен асты мемлекеттік ғой. Асты мемлекеттікі, сіздікі. Оны ақталмайды олар әзірге. Мемлекеттік болса да бізге не бересіңдер айтады. Ол өздері барып істей берсін. Жоқ, жаңа айтқан мен үсті. Жаңағы госакты болса үсті ол мысалы шаруа қожалықтың аренда алған жері 49 жылға. Асты ол мемлекеттік болса. Білесіздер ғой? Жер кодексінің 69 бабына сәйкес сервитутпен оларға. В общем, бұл спенен алтын бар ма ұзын сөзі? Солай біліп тұрмын мен. Жердің бетінде жатырмыз тауда. 10 сантиметр. Шын айтайын. Алюминиевті сөйлетеді, жарайды. Ана келіп, білесіздер ғой, незаконно келіп жатыр. Бұрқыратып, пайда нәрсе келеді. Сол бізге бір пайда әкеліп жатыр ғой. Әкеліп жатқан жоқ. Рас қой. Бәрі келеді, өздерін алады. Енді бізде бұл кісілерге мен енді өзім ойлаймын, жарайды. Біз қазір қаржылық бәрі оның мемлекеттік программасы ол бәріміз қатысу керек. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Біз өз ұсынысымызды ол кісілерге білдірейік.
Бас қой. O yerden sabah bir tane sarasınlar mı su çayını çıksa? Салат шықса. Orna байланысты var. Сондықтан жаңағындай көпір мәселесі. Көпір мәселесі. Бір. Екіншіден менің ойым мына есқал қасқа деген көтерме жол. Көтерме жол. Көтеріп берсе. Үшіншіден тұрмысы төмен отбасылар бар ғой бізде, бар. Үш-төрт семья бар. Соларға көмірмен жаңағыдай көмектессе. Ondan кейін жоқ. Басы ғой енді ол. Қазір завод салса жарайды жоқ ойын. Содан кейін менің ойым ауылдың ішіндегі катердің алдында тұрып, бұрыннан совет өкіметінен қалып қойған тұрмыстық қатты қалдықтар. Соларды шығарып неге ветпрашқа айтып жүрміз, компьютер. Ветпрашқа бір компьютер алып соны. Одан кейін мына жерде мен жігіттерге айтқам, егер келіп жатсақ олардан үлкен мектептің алдындағы спорт пойларын қоршап берсін деді. Кішілерді қалай. Пока сондай нәрселерді қоймайды. Yok ulan mesele bunlar Ya kişiler. bunlar endi keladiğim ortası buzuk gidiyor mu? Bağım çıkma kelime gitti. Жоқ, Ortası buzuk gidiyor. Kalkıyor. Babam alıp gitti. егер ауыр жүкпен келетін жағдайда біз сіздерге жазда онда басқа жол көрсетсек. Tasmaydı o Ал тасымен жүрмейді деп басқа жол tasmaydı. жоқ, ауыр жүкпен әлі емес, қайда оған әдейі. Ben bilip durum sizler bile mısır koyup ben ana garantim benim. Altın var, privatlı forması var bizde. Bakın. İki emir var. Onu garantim benim. Yani 34 metal var. Asfası metal etem. Mısır yerin betinde 10 santimetrede жатыр. Özümde bir üstünde var. Privatlı forması var. Nanday var. Вот. Yok şunu etem. Orman sapçıdır. Ana boş. Özün değil mi özün? Tamam özün. Bakın sözünü boş sak değil ama. Соны айттым ғой. Соған несі көпір сап берсе. Сол қазір хаттамаға кіргізсеңіздер. Жаңағыдай айтылған нәрсені кіргізсеңіздер. Сол жағынан кіргізсеңіздер. Енді қалай десем осы біздерде ауылда отырғаннан кейін бәрі малмен отырсыз. Жаңа ақсақал айтып кетті ғой. Ауылдан халық көшеде болады. Құрып деген сол дейді. Сондықтан біз ауылды қаланы көтеріп отырған жұмыс ауыл деп ойлаймын. Сондықтан енді бізге әлеуметтік жағынан жаңағы сала бойынша әлеуметтік салаға берілген жаңағы тұрмыстың отбасы, әлеуметтік салаға жаңағы мектеп деген сияқты. Содан кейін жол мәселесі. Жол мәселесі жаңағы мына жердегі 215 шақырым жер бар. Сол арқылы сіздер көпір салып қойсаңыздар, сол ортаға көтерме жол болса. Сондай мәселелерге көмектесіңіздер жалғасында. Одан кейін ары қарай енді үлкейіп жатсаңыздар, мысалы фабриканы салғандар басқаша болады, басқаша ол енді Yani Cumhuriyet Köprü özdürmüş şimdi. Soslarında Cumhuriyet Köprü salmasın sosun. Ödemeyiz. 170 şarkı vişti jürüsüz. Acılı varmış. бұл жерде ажат көпір салса Biz burada тұрған, сол өзінің ажарында 3 ай ажарында көріп тұрып 5 шақырым бізді малымызды. Дүрінбе. Соған 170 шақырым айналып барамыз. Бажата шақырым. Через Көктал, Ементау жолды айналып, мына ауыл көріп тұрып, сол қайтарып 170 шақырым қайтарып. Moş yok. Ne mostan bir satır kırıldı. Böyle bir satır. Yüzdürdüğü zaman mı? жаңағы мәселелерді Yerci yapma, yer yurtun, yersin yer yurtun soğutmuş. Yer, Karanlığı sana ne? Kırmızı soktu. Konak verin. Sal size kaşınmasın açtıklar benim canak. Бурисет негізі лицензия бойынша бізге 25 жылдың 390-нан 30 жылдың 30 желтоқсанына дейін берген. Сол аралықта біздер лицензияны қалай да зерттеу жұмыстарын бітіруіміз керек. Оның ішінде далалық жұмыстар бар, камералық жұмыстар бар, әртүрлі жұмыстар. Yok, түсінікті жоқ, әлі сонда мысалы осы октябрьда қаза бересіздер ме? Бұны қалай береді? Себебі жаңағыдай жолдың проблемалары болса, может бірінші мосттарды жолдар салып алу керек шығар.
Таза шығын. Немістер үй салу үшін не істейді? Бірінші туалет салады. Сол сияқты сіздер бастау үшін мост салу керек. Өзімде подкаст жүргізіп салып қазір прямой барып келіп жүрмін, 60 шақырым. Енді қыс түскенде осы ауыл істейді сол жерде. Қыс түскенде ананы айдынады. Егер жұмысшы не болып жатса ауылдан аласыз. 50 километр. Уже жұмыс Сағат жолы 8 сағат жүрсің. онда ауылдан алсаңыздар, мысалы, ауылдың жастары осы уақытында басқа жаққа барғанша, осы жақта сіздер де мысалы істесеңіз. осы неге оценкасына Мос пайдалы, сізге пайдалы мос. Ары қарай өте Сіз алмайды. kopmanмен жүрген өміріңіз. Мостың пайдасы мол. Мал қылып Ол бәрі мысалы Қазір міне ақсақал былай сарбұлақ жасанды сарбұлақ ағызды осындай ашық жиналыс өтіп осындай. Содан алады да айғыздың осындай халыққа қарсы шығады. Сарбұлақ алады да не істеді? Сарбұлақ алады да бәрібір салды сол топшыларға, бірақ бидаяққа бүкіл нәрсені бидаяққа салды. Спорт комплекс тап беріп жатыр. Бидаяққа бүкіл нәрсені бидаяққа беріп. Өйткені неге сөйтіп айтады айғызда тайна шығарған соң. Айғызда өйтіп істемеген тағы жатыр. Ол бәрібір бұл үшін араға шығып біраз екеуі. бұл үшін біз өзіміздің немізді қояды. Бізге керек нәрсені айтыңыз. Тоқтау. Бәрі дұрыс қой, бекітейік. Жаңағы әлеуметтік салаға обязательно. Жаңағы әлеуметтік салаға келген жол деген сияқты. Сондай мәселеміз өзіміз қойып. Мектепке неге басқа тұрасыз? Білім бөлімі бар. Біз мос салғызуымыз керек пайдалы нәрсені. Айттым ғой, бірінші мост. Ана трасың дұрыс енді. Мостың жолында айттым ғой. Мост, жол, трансфермен, лестімен отбасылар, компьютер дедім. Одан кейін азыр қоршап берсін, талай керек. Атаңнан мал қалғанша тал қалсын деп. Мал нәрсені істету керек бұлар. Қолдан келмейтін. Солай? Мектепте жүр тазалап алып 60 жыл тұрған қоқынды енді оны. Жоқ, оны алғызуымыз керек. Не только ол, сол жерде тағы бір жерде бар. Енді былтыр білесіз ғой шығарып. Бұл кісілермен договорға отыру керек қой сөзі қысқасы, иә, солай. Меморандум отырмыз. Бірінші хаттамаға бұл кісілер кіргізеді, хаттама арқылы бастықтарына жеткізеді. Сол арқылы меморандум болады. 3 жақты меморандум болады, сол 3 жақты меморандум отырамыз. Ол 3 жақты меморандум отырғаннан кейін бұл кісілер сол обязательствосын уже орындайды деген сөз. 50 жылға жететін мыспен алтын тұр бұл жақта. Негізі. Жоқ, шын айтам. Көресіңдер. Ертең жер қазғанда көресіңдер. Қазақстанның байлығы жетеді ғой. Біздің байлығы. Жоқ, біздің бала кезімізде ержебекті алтын жуып отырады. 67-68 жылға. Соның бәрін содан әкеліп жүріп жүреді. Кәдімгі істейік. Қолмен істеп көргенбіз. Ол кезде қолмен барған. Ол анық ол. И природный қорғасы бар бақанаста. Ол вообще қымбат. Жоқ болмаса да бәрін біліп отыр. Айыр екен де айтпаймын секретін. Одан соң өзімізге тиесілі пайдалы нәрсеміз істейік. Жоқ, жаңағы айтқан соны тағы да бұл кісілерге сол жеке неткенде хаттама тағы нәрсе кіргізіп беремін. Хаттаманы дұрыстап жасап Нелер өтетін іс-шаралар алдап кетіп оқымай ғой ол. Бізде мысалы спорттық іс-шара өтетін спартакиада, сондайлар наурыз. темір көп бізде мына тау торған темір ала. металлын алып ішінде бар. Бірақ зияны қанша зияны бар. Көмеді қайтадан. Қайтадан қай жер, мына боксананы көрінді бір. Енді бастады ғой бұлар. Енді бастады. Яғни Бұлар аға, мына кісілер бұл істе етеді де көмеді демші. Аналар кетті қопарып астан кетсеңіз шығарады. Бұлар 40-қа бөлінеді бұлар. Мына кісі былай айтып тұрғанмен, ертең 40 адам келеді басшы. Білдіңіз бе? Бір ақ адам емес бұл кісілер. 100 адам келеді. Бұл кісілер сол представитель. Соға келіп отыр жаңағы жиналыс. онда бізде не берген сұрайды? Үкіметтік Заң солай болып тұр ғой. заң солай болса, біз қалай айтамыз, солай жүру керек қой. Өзі ауылда тұрған адамға мал ұстау керек. Ең бірінші халықтың жағдайы. Ол адамға емес, малға зиян тимесін деп отырмын. Сендердің мал түгел қырылмаса, не істеп отырасыз? Малға зияны бар ма? Солай айтып берсінші. малға ол зиян жоқ. Біздер жаңа 19 блок дедік қой. Малға зияны бар ма? Блоктың барлығын біздер дейтін
қарап қай жерлер экономикалық жағынан витамин қай жерде көп сол жерде ғана ала қоямын кейін. Қазір біздер рұқсат алмай жерде ештеңе ала алмаймыз. Ал енді жарайды, ол түсінікті. Кейін ана қазылған жағдайда мысалы зиян болмайды ма? Жоқ, зиян болмайды. Онда мониторинг жүргізіледі. Радиациялық мониторинг, су, өсімдіктер және жануарлар дүниесіне, атмосфералық ауаға сол бүкіл жүргізіліп отырады. Бұл лабораториямен келісіп шарт отырады. Оны экология басқармасы тексеріп отырады. Сол себепті бұның ешқандай зияны барлығы тексеріліп отырады. Мусорларымызды түгел әйелімізге салып кетуіміз керек қой, иә? Келісіп шарт бойынша. Баяғыда қалған жақтыңыз білесіз бе? Жоқ, ана алдында білесіз бе екен қалған жақтың? Майтөбедегі жоқ та неге Сіздер повар керек болса повар. Келіп қалуы мүмкін. Егер жаңа ағай айтып отырғандай көп болса, өзімізге пайдалы нәрсені істейік. Сіздердің бұрылғыларыңыз равличный ғой, өзі жүретін. геологтар Бұл кісілер эколог. Бәрі не жағынан экология жағынан қарайды. Зиян ба, зиян емес пе, сол құдық қазу жаңа сөйлесіп отырмай, бұлар енді экологтар. Андай бұл үйде бола ма сіздерде құдық қазатын? Мысалы сарымлақ бар ғой, сарымлақ. Білесіз бе ол сарымлақты? Көрші ауылда кеткен. Солар келісіп келісіп қазып беріп отыр. үлкен құдық па қазір? Жоқ, мынандай осындай неде тұлма. 25 метрден сондай шығады. Соны сұрасыңызшы деді. Сондай бізге біраз керек еді. Керек сондай. Су неше метрден шығады? Бізде енді аяғынан шығады, бірақ бізде 25 метр кем дегенде солай қазу керек. 25 метр қазса. Өйткені мына сарымлақ солай көмектесіп жоқ. Сондай жағдай болса десек. Айтып отырмыз қазір, жазып алайық. Басқа сұрақтарыңыз? Біздің бақанастың алты жердің бетінде жатыр ғой, бірақ метрде. Жоқ, ол рас бетінде. Рас, бұл кісілер соған біліп тұр ғой, біліп тұрмыз. Ол жерде қырық жылға жететін тұр, завод салынады. Оның кейін міне, осыдан кейін міне, мына сарыбұлақ деген жосалда тұр, елу жылға жететін мыс тұр. Соны қопырып, ол да белді емес. Бәрі бір адам ғой енді бұл кісі, эколог болсын, геолог болсын, бәрі бір адам. Қазу керек жерді. Біз енді өзіміздің дүниені істету керек. Айттым осы. Біз бұларды бұл кісілерге де жаңағыдай не қойып отырмыз ғой. Бұл кісілерді адам көрген сайын үлкен көлемде, мен ойлаймын, үлкен көлемде келісімшарт қосылады, одан кейін уже ауылға жыл сайын көмектесіп беріп отырады. Ауылға не керек сол келісіммен отырса керек. Одан кейін бұл кісілер уже жаңағы сарымақ сияқты фабрика не салған жағдайда уже басқаша болып Жоқ, мені фабрика салып тұр ғой. салса болды ол жағдай болып үлкен техникалар болмайды сізде да? Болып жатқан жағдайда біз болып жатқан жағдайда сол жағынан айтсақ жолда айтады сол сияқты Сіздер мына рұқсат алғаннан кейін авосқа ертең тағы бір ай жарым арасында тағы да кетіп кетуіміз керек. Енді олар тағы да жобаларымыз бар. Экологиялық жоба. Сол кезде де қосымша айтып шешеміз керек. Рұқсат береді ғой. Ақша бөліп жатыр ғой, не қылады? Енді сол жерде бір мост тұрғызасың деп осы сіздерге де тиімді болады, бізге де тиімді. Бір жағынан бізге шаруашылықтан өткенде жақсы еді, сіздердің өздеріңіз айналып қалғанша осы жерде барып жеңілдеу болады. Сол басқа сұрақтарыңыз бар ма?
Şakşakını sonra çılgınlığı Cılıyor gibi kurtarsa. Onda kazan turanda iki yer mi? Ya екі участка, екі іші бастайды. Sürdürmediniz mi? Екінші қажет. Екі іші бастайды. Біріншісін бұл едік, ол екінші бастайды. Екінші. Бастайды. Ayta veririz.